Леуліктер 18 тарау. Жаратқан ие Мұсаға тағы да тіл қатып бұлай деді: Исраильдіктерге менің мына сөздерімді жеткіз. Мен сендердің құдайларың, жаратқан иемін. Сендер бұрын қоныстанған Мысырдың адамдарындай істемеңдер. Мен сендерді жетелеп бара жатқан Қанахан елінің адамдарындай да әрекет етпеңдер. Әрі олардың азғын ережелеріне сәйкес ештеңе істемеңдер. Сендер менің шешімдерімді орындап, ережелерімді сақтауларың керек. Мен сендердің құдайларың, жаратқан иемін. Сонымен менің ережелерім мен шешімдерімді ұстаныңдар. Оларды бұлжытпай орындайтын адам солар арқылы өмір сүреді. Мен жаратқан иемін. Ешкім өзінің қандас туысымен жақындасып, абыройын ашпасын. Мен жаратқан иемін. Әкең мен шешеңнің абыройын төгіп, шешеңмен жақындаспа. Ол өз анаң ғой, оның абыройын ашпа. Әкеңнің өзге әйелімен де жақындаспа. Бұл әкеңнің де абыройын ашқаның. Өзіңнің бірге туған әпке қарындасыңның, немесе өзіңмен жартылай қандас не әкеңнің, не шешеңнің қызымен де жақындаспа. Ол сенімен бірге туып өсті ме, жоқ па, бәрібір, оның абыройын төкпе. Ұлыңның не қызыңның қызымен жақындаспа. Бұл өзіңнің де абыройыңды ашқаның. Әкеңнің басқа елінен туған қызымен де жақындаспа. Ол сенің әпке қарындасың ғой. Әкеңнің әпке қарындасымен де жақындаспа. Ол әкеңнің қандас туысы ғой. Шешеңнің әпке сіңілісімен жақындаспа. Ол шешеңнің қандас туысы ғой. Әкеңнің аға інісінің әйелімен жақындасып, немере аға ініңнің абыройын төкпе. Сол әйел сенің туысқан жеңгең не келінің ғой. Өз келініңмен де жақындаспа. Ол ұлыңның әйелі ғой. Келініңнің абыройын ашпа. Аға ініңнің әйелімен жақындаспа. Бұл ағаңның не ініңнің абыройын ашқаның. Бір әйелмен және оның қызымен, немесе бір әйелмен және оның немере не жиен қызымен бірдей жақындаспа. Олар өзара қандас туыстар ғой. Бұл жексұрын қылық. Әйеліңнің туған әпке не сіңлісін алып, онымен әйеліңнің көзі тірісінде жақындаспа. Бұдан сол екеуі күндес болар еді. Әйелдің айлық етеккір келіп жүрген кезінде онымен жақындаспа. Басқа біреудің әйелімен еш жақындасып, өзіңді арамдама. Ұрпақтарыңды жалған тәңір Малохқа құрбан етіп, құдайыңды қорлама. Мен жаратқан иемін. Еркекті әйелдей көріп, онымен жақындаспа. Бұл жексұрын қылық. Жануармен жақындасып, өзіңді арамдама. Әйел де жақындасу мақсатымен өзін жануарға ұсынбасын. Бұл нағыз азғындық. Осындай қылықтармен өздеріңді еш арамдамаңдар. Мен алдарыңнан қуып шыққалы тұрған халықтар дәл осындай қылықтардың кесірінен өздерін арамдады. Олардың жексұрын қылықтарынан елдің өзі де арамданып кетті. Мен оның айыбына назар аударып, сол себептен енді елдің өзі тұрғындарын құсып шығарып тастайды. Ал сендер менің ережелерім мен шешімдерімді орындауларың керек. Тумысынан Исраильдік өздерің де, араларыңда тұрып жатқан жат жұрттықтар да осындай жексұрын қылықтарды жасамасын. Себебі осындай жексұрындықтардың барлығын елде өздеріңнен бұрын тұрған халықтар істейтін еді. Содан да жер арамданып кетті. Егер енді сендер елді арамдайтын болсаңдар, онда ел сендерді де бұрынғы халықтар сияқты құсып шығарып тастайтын болады. Ал егер біреу осы жексұрын қылықтардың кез келгенін істесе, сондай адам халық арасынан аластатылсын. Сондықтан да менің бұйрықтарымды сақтап орындаңдар. Өздерің елге келмей тұрып, сонда тараған жексұрын салт дәстүрлерді ұстанбаңдар. Соларды істеп өздеріңді арамдамаңдар. Мен сендердің құдайларың, жаратқан иемін.